Kımızdı Aqtau. Әкесі анасым. Meni böyle kulak gitti. Олай емес шығар. Әкесі таңғыштарды алып келші. Болды. Ой, Қазанбас әдем болып кеттің. Сонда мені анжиден кім отын? Мұның не қиындығы бар екен? Қазір-ақ бұл жерді мен анықтап шығатын боламын. Көзім ама әке, мен осы жерде болып кеттім. Мына жер дейсің ба? Мен жерде не тірі жан жоқ қой. Енді қайтеміз. Асықпаңдар. Менің бір амалым бар. Біз бұл істі анықтау үшін бір жоспар құруымыз керек. Жоспар дейсің ба? Қазанбас баланың айтқаны бойынша сол кездегі жағдайды қайтадан айланып істеп көрейік. Дайындал, баста! Ей, тоқта! Қайтадан қайтала. Қазанбастың соңынан біреу жығылып қалмасын деп еріп жүрсе, ол қалай құлайды? Мен жай ердім ғой. Мамасы мана сақтан кел. Қазанбас, артыңа қара. Қаладың ғой атымға. Сонда түкте көрген жоқсың ба? Меніңше ол ұры сияқты өте тез келген ғой. Давай, қайтадан сынап көреміз. Дайындал, баста. Мен аяқтында ештеңе дауыс естіген жоқпын ғой. Меніңше ол ұры тез жүгіргенімен қоймай, аяғына да дауыс шығармайтын аяқ киім киеді екен. Әлде ол сиқыршы ма екен? Жоқ, жалаңайлақ жүрді ма? Үйзем мамасы, неге жалаңаяқ жүрсің? Мені бетімге қараны сүйсем. Ая, Қазанбасты кім басынған сонша? Біз де соны анықтайық деп жатырмыз. Иә, анықтап сазайын беру керек ондайлардың. Көпшілік Қазанбасты жаралаған адамды қалайда тауып, оның сазайын беруіміз керек. Біз бұл жердің тыныштығын сақтауымыз керек. Бәріміз жұмыла ол адамды табайық. Сонда кіп-кішкентай Қазанбасты жаралап, бізді қашып кеткен ба? Онда да бір ұят жоқ екен. Ақсақал, Қазанбас тұрған ол кішкентай бала болу керек, үлкен адам емес. Сонда оны кім қақты? Енді қалай табамыз? Қараңдаршы, мынада не байқайсыңдар? Нені байқауымыз мүмкін? Қазір айтам. Жоқ, бұл жер жарамайды. Жоқ, көрініп қалдым. Жоқ, болмайды. Енді қайда жасырынды деп ойлайсың? Мен ойласам, ана жаққа жасырынған ол. Қараш. Ағаштың артына жасырын алмайды ғой. Жоқ, ол үстінде шығып кеткен ғой. Әке қалас топты. Сонда осы доп деген ба басыңа? Сонда мына допты мен басыңа кім лақты да? Бұл допты мен тепкен болатынмын. Сіз ба? Мен осыны қанша тастасам да шарбаққа тура тастай алмай қойып, ашуландым да допты қатты бір тептім. Сосын допты таппай қалдым. Ақыры атамның көңілі оның açtı.